Ассалаумағалейкум. Біз қай кезде болмасын ынтымақтасуға, ықпалдасуға ынталымыз. Сол пейілімізге қарай шығар бәлкім. Қазақстан жатырқаған, Қазақстанды жатырқаған ел жоқ. Сыртқы саясаттағы бастамаларымыз мұқым әлемге әйгілі. Біз бүгінгі бағдарламада Қазақстан стратегиялық зерттеулері институтының бөлім басшысы Әсел Назарбетовамен сұхбаттасамыз. Әсел Қожахметқызы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Орталық Азия елдерінің ішіне Қазақстан бірінші болып, екінші мәрте Еуропалық одақ елдерімен кеңейтілген әріптестік жөнінде келісімді бекітті. Сол келісім жақында күшіне енеді, өзіңіз білесіз. Қандай болмақ ерекшелігі бұл жолғы келісім? 2015 жылы ең алғашқы келісім бұл 1995 жылы қабылданған болатын. Яғни кеңейтілген ынтымақтастық және әріптестік жөнінде келісім Еуропалық одақпен. 2015 жылы бұл келісім жаңартылды. Яғни Орталық Азия мемлекеттерінің ішіндегі тек Қазақстан ғана қол қойды осы келісімге. Және де енді бұл қазір Еуропалық одақтың парламентінде және де 28 мемлекеттің 25-і осы ратификациядан өткізді. Енді қалған 3 мемлекетті күтіп отырмыз. Сол 3 мемлекет ратификациялағаннан кейін бұл келісім өзінің күшіне енеді. Және де оған қосымша қазір Еуропалық одақтың Орталық Азияға байланысты стратегиясы талқыланып жатыр. Оның жобасын біз осы маусым айында көре аламыз стратегияның. Бұған дейінгі стратегия 2007-2013 жылдар аралығында жүзеге асырылған болатын Еуропалық одақтың Орталық Азияға стратегиясы. Яғни бұл стратегияның және жаңағыда кеңейтілген ынтымақтастық және әріптестік жөнінде келісімнің ең басты міндеті осы Қазақстанның ары қарай дамуына септігін тигізу, яғни жаңағыдай қосымша қаржы Еуропалық одақтың әртүрлі үлкен жобалары, басқа да ұйымдарының көмегімен, яғни гранттар бөлу арқылы осы Қазақстанның, бірақ осы қазіргі Еуропалық одақтың стратегиясында Қазақстанға азырақ қаржы бөлінген. Себебі олардың есебінше Қазақстан жеткілікті дамыған мемлекеттерінің ішіне жатады. Яғни мысалы олар көбірек көмекті Тәжікстанға, Түркменстанға, Қырғызстанға беретін болса, мысалы Қазақстанға көмектің көлемі осыған дейінгіден азырақ болады. Бұл да біз үшін үлкен қуантарлық жағдай, себебі біздің яғни рейтингіміз, дәрежеміздің Еуропалық одақтың бағалауы бойынша тиісті деңгейде екенін көреміз. Бұл жердегі стратегияның ең басты бағыты бұл Орталық Азия мемлекеттерінің өзара ынтымақтастығының ары қарай тереңдеуіне ықпал жасау. Яғни олардың осындай осы уақытқа дейін мысалы шешілмеген алдындағы стратегияда негізгі Еуропалық одақтың көп Орталық Азияға байланысты бағыттарының бірі осы су мәселесін шешу, яғни ортақ бірлесіп интеграция мәселесі, яғни сол Еуропалық одақтың үлгісі бойынша да мысалы ондай интеграцияны құру Орталық Азияда. Бірақ енді біз қазір Орталық Азияда интеграция емес, қазір кооперация деген ұғымға, яғни сол қағидаға жүгініп отырмыз. Себебі интеграция деген ол бірігетті, а кооперация деген ол мысалы бір мәселелерді шешуде бірлесіп жұмыла сол мәселені шешуге байланысты бірлесуді білдіреді. Сол үшін біз енді Еуропалық одақтың осы келісімдеріне байланысты ең басты, яғни сол жаңағыдай қауіпсіздік мәселесін шешуге, энергетика мәселесін шешуге, адам құқықтары, яғни адами капиталға байланысты мәселелерге, және де мысалы су қауіпсіздігі дейміз, азық-түлік қауіпсіздігі дейміз. Бұл жаңа келісім бойынша 29 бағыт бойынша жұмыс істеледі, яғни 29 бағыт бойынша осындай Қазақстанға қолдау көрсетіледі, көмек көрсетіледі. Бұл тек қана қаржылай ғана көмек емес, бұл яғни консультативтік, яғни кеңес беру, мысалы сот жүйесін реттеуде Қазақстанға көптеген мысалы кеңестерін береді Еуропалық одақтың сарапшылары, сол жердегі ұйымдар. Сол сияқты мысалы әртүрлі бағыттары бар бұл көмектің, қолдаудың. Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары соңғы кезде жиі жолығып жүр. Дәл осындай алмағайып кезеңде консультативтік кеңестер өткізу қаншалықты қажет?
Бұл бір. Екіншіден, тұтас аймақтағы қазіргі ахуалды қалай бағалауға болады? 2018 жылдың 15 мамырында алғашқы 5 орталық Азия мемлекеттері басшыларының кездесуі өтті. Енді екінші кездесу осы сәуір айында Ташкент қаласында өткізілуі жоспарланып отыр. Қазір енді сыртқы істер министрлігі сол үлкен іс-шараға дайындық үстінде, яғни соған байланысты орталық Азия мемлекеттерінің әрқайсының өзіндік жаңағы ұстанымдарын, олардың әрқайсының міндеттерін, олардың әрқайсының сыртқы саяси бағыттарын қазір қарастырып жатыр. Яғни орталық Азияда енді бірнеше осы соңғы жылдары жақсы бір үрдіс қалыптасып келе жатыр. Яғни бұл аймақ елдерінің бір-біріне деген ынтымақтастыққа ұмтылысы көрініс тауып отыр. Ол 90-шы жылдардың өзінде де бірнеше рет интеграциялық ұйым орталық Азияны біріктіру мүмкіндіктері болды, бірақ олардың бәрі іске аспай қалды. Себебі енді ол кездегі мемлекеттердің алдындағы міндеттері әрқайсының өзінің шешілмей жатқан мәселелер болғандықтан мүмкін болған жоқ. Енді осы бірнеше жылдан бері ол енді түсінікті жағдайларға байланысты, мысалы орталық Азия мемлекеттерінің басшыларының өзгеруіне байланысты, жаңа лидерлерінің өзгеруіне байланысты, олардың мемлекеттік ұстанымдарының, яғни сыртқы саяси ұстанымдарының өзгеру, прагматикалық жолға қарай жаңағыдай ауысуына байланысты осындай жақсы бір жағымды үрдіс қалыптасып келе жатыр. Яғни орталық Азия мемлекеттері қазір осы бірігіп қалыптасқан мәселелерді, яғни алдымыздағы қазір тұрған қауіп-қатерлерді бірлесіп еңсеруге, бірлесіп шешуге, бірігіп сол мәселелермен айналысуға ұмтылыс білдіріп жатырмыз. 1975 жылғы Хельсинки акті бар. Сол актына Астана клубының отырысында елбасы жаңарту ұсынды. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл не үшін қажет? Бұл құжаттың қажеттілігі енді қазіргі таңда да біз сондай бір постбиполярлы кезеңде отырмыз, яғни постбиполяр кезеңнен өту. Яғни қазір енді бірнеше державалардың бір-бірімен текетіресі жағдайын бақылап отырмыз. Яғни өте күрделі геосаяси жағдайда отырмыз. Сол Астана клубындағы елбасының сөзінде айтты, яғни біз қазір сол кездегі мысалы Кариб дағдарысы жағдайының алдында тұрған сол бір кезеңге ұқсас кезеңді басымыздан өткеріп отырмыз деп. Себебі жаңағыдай сауда санкциялары, яғни сауда соғысы деген сияқты осының барлығы сол кездегі кезеңге келтіріп отырған сияқты. Яғни мемлекеттердің арасында диалог, сұхбаттан көрі бір-бірімен бәсекелестік қазір көбірек орын алып жатыр. Соған байланысты қайтадан осындай Хельсинки актісі кезіндегі сияқты барлық мемлекеттер бірігіп, әсіресе ұлы державалар, осы қазіргі күндегі әлемдік саясаттың мәселелерін шешетін ұлы державалар бірігіп, осы мәселелерді бейбіт жолмен шешу, яғни бір-бірімізге консенсусқа келу, шешілмей жатқан мәселелерді шешуге тырысу сияқты тағы да бір сондай құжаттың қажеттілігі туып отыр. Себебі енді бұл осы Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымының қазіргі таңдағы мысалы функцияларының әлсіреуіне байланысты, яғни олардың өз функцияларын толыққанды жүргізе алмай жатыр деген сындарға байланысты, яғни мүмкін тағы да бір үлкен бір құжат па, енді елбасы негізі ол Азиядағы осындай ынтымақтастық мәселесі, қауіпсіздік мәселесі шешетін жеке ұйым құрсақ па, осындай үлкен бір жиын ұйымдастырсақ деген өзінің идеяларын, ұсыныс пікірлерін айтты. Осындай біздің Қазақстанның сыртқы саясаттағы бастамалары бұл негізі жаңағыдай тек қана жай ұпай жинау үшін ғана айтылатын мәселелер емес. Бұл осы сыртқы саяси мәселелерге, халықаралық саясат мәселесіне шынымен де яғни алаңдаушылықты білдіруіміздің негізінен осындай бастамалар жасалады. Себебі енді біздің геосаяси орналасуымыз, географиялық жағдайымыз солай болғандықтан, алпауыт мемлекеттердің ортасында орналасқандықтан біз үшін осындай қауіпсіздік мәселесі тек қана аймақтық қауіпсіздік емес, жаһандық қауіпсіздік мәселесі біз үшін өте үлкен маңызды. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамын. Алдағы жұмысыңызға табыс тілеймін. Рахмет, сау болыңыз.